яғни оның қасқыр екен. Басқа елдің мысалы ұлт арасында бар сол сияқты оның иісінен ақ болады қасқыр екен. Содан кейін бұны не істейді? Қасқырды неше түрлі қылықтар шығара бастайды. Үйдің ауылдың жаңағы балаларын жей бастайды, қойын өлтіреді, иттерін өлтіреді, адамға қарсы шабады, ауылдан қашып кетеді. Бірақ сонда да оны Құмаш өзінің көксеректің сөзін сөйлейді. Иә, әкесіне қарсы шығып осы көксеректі қалай да өзінің қолында ұстағысы келеді. Bir күні оны мына суретте көріп тұр ғой, иә. Бұл қасқырдың көзінде несі жоқ. Ешқандай мейірім жоқ. Қанша бақса да ол адамның жанашыры, қанша тамақ берсе де, су берсе де, асыраса да адамға деген ешқандай мейірімділігі жоқ. Өзі ана далада қасқырлар болдай ғой. Қасқырдың уылына да дауысын естіп соларға жүрегі бұрып сол жаққа кетіп қалғысы келеді. Bir күні ол солай жүрген кезде ауылдан қашып кетіп не істейді? Өз ортасын табады, өз ортасын қайда болады? Өз ортасы орманда қасқырлармен бірге. Одан кейін ол енді неге айналады? Нағыз қасқырға айналады, жалғыз қасқырға айналады. Ауылдың сол орманның аңдарына шабуылдайды, шетінен қырады, жояды. Міне көксерек осы жерде. Бұның бәрі қасқыр кісі. Одан кейін көксерек деп бір күні Құмашта ауылдың жаңағы балаларына шабуылдап жатқан кезде көксерекке жартылап барған кезде ол қалай қарайды? Ол өзінің сонша жыл бағып асыраған Құмашты да жағалайды, істеп жағалайды. Одан кейін оның әкесі не істейді? Сол бұны оның тірі қалдырмай ауылда Аққасқа деген ит болады, сол иттің қолынан қасқыр сол итті өлтіреді ақырында. Бірақ қасқырды жанбаш екенін Құмаш та оның әкесі біледі. Түсінді ме балалар? Міне көксерек. Бет-бет келеді. Одан кейін Аққасқа деген жайт емес, ол ауылдың қалған елі. Яғни осы ауыл қорғайтын ит болған Аққасқа сол иттің қолынан осы көксерек қазір Олардың бүгінгі көксерек әңгімесіне байланысты жасалған комикс кітапшалары. Бүгінгі көксерек әңгімесіне байланысты жасаған комикс кітапшалары.